Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, қайырлы кеш. Мен заңгер әрі медиатор Әмірхан Мұхамбет-Андреұлы. Бүгін 27 шілде 2026 жыл кешкі сағат 8:15 уақыты болып жатыр шамасы. Мен қазір Шымкент қаласы маңындағы Манкент шипажай аумағындағы Әлкаусар шипажай орталығына кеше түнде келіп қоныстандық. Осыдан 2 күн бұрын видеоблогымызды бастаған болатынбыз. Осы жолда келе жатқанда біз пойызбен келген болатынбыз. Маңғыстау Алматы пойыздың жағдайын түсіріп, видеоға түсіріп салдық, мінбестің алдында салдық. Кеше Шымкент қаласына соңғы рет келген уақытын салған болатынбыз. Сонымен кеше түнгі 2-де келіп қоныстандым. Қазір айналдырып көрсетейін, міне. Мынау жазу бар. Бұл енді осы соңғы КСР тарқағаннан кейінгі Қазақстан мемлекеті болған уақыттарда салынған шипажай екен. Өздеріміз жанұямызбен бірінші рет келіп тұрмыз. Анам бар, жолдасым, келіншегім бар, үшеуміз бірінші рет келіп тұрмыз. Осы шипажай туралы қысқа нұсқа айта кетейін. Жалпы өзі 2 корпустан тұрады екен. Менің байқағаным, біз кеше түнде келіп, бүгін таңертең дәрігерге қаралып, ішіндегі сол ем шараларын алып болып, кешкі тамақтануды болып, сыртқа шығып айналып жүргенбіз. Так, мынау міне бірінші салынған корпусқа ұқсайды. Мынаның қазір алдын жағынан қазір 50 метр жүрсек, мына жағында тағы да корпус бар. Осындай міне аумағы бар. Айналып жүріп, кеш қарай айналып жүріп демалып отыратын жерде отыратын жерлер бар. Мына алда адамдар отыр, демалып. Ал осында шипажай, мына соңғы корпусқа ұқсайды. Енді біздер өзіміз жаңа ем шараларын алып көрдік. Жалпы жаман емес бүгін бірінші күнге. Енді біз бір апта боламыз, қалған 6 күнде не болатынын білмеймін. Бірінші күннің біздің өзіміздің көзқарасымыз, пікіріміз жақсы қалыптасып жатыр. Сол туралы айтып видеоға түсіріп салып қояйын деп едім. Осы жаңа видеоблогта сол шипажай туралы айтам дедім. Енді ішке кірген уақытта тағы бір видеоға түсіремін. Қазір есіктің алдында адамдар демалып жатыр. Біреулер отыр, біреулер мынандай билеп жүр. Енді олар видеоға түсіріп салмай-ақ қояйық. Ал осында шипажай келіп демалам деушілерге жалпы жаман емес. Енді ем шаралар қандай дейтін сұрақтарды да қойып жатыр біреулер. Ем шаралар енді біздің Қазақстанға көптен бір дамыған аймақ Сарыағаш ауданы ғой, Түркістан облысының құрамындағы қазір. Сол Түркістан облысындағы Сарыағаш ауданындағы шипажайдағылар бүйірді сондай ем шаралар көрсетеді, бірақ қатты ондай көп емес. Себебі Сарыағашқа біз соңғы 15 жылдан бері барып жүрміз. Бұл жерде Сарыағашта ем шаралардың саны көп, өте көп. Кәдімгідей енді түрлі ем шара көрсетеді. Бүйірде ондай көп емес, бірақ қалай енді жалпы комфорт жаман емес. Тамақтану мәселесі жаман емес. 3 рет тамағын береді екен. Қысқаша осылай. Келем, көрем, демалам дейтін адамдар жаңа айтқандай келіп демалып қарасаңыздар болады. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды, әртүрлі жақсы сау болыңыздар.